Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Көрген адам таңған естен, қыздар ақтаңбыз, кең далада жайнап өскен қызғалдақтармыз. Биіктерге құштармыз, көкке самғар құстармыз. Қиялындай жігіттердің жан шуағымыз, сені менен үміттердің шам шырағымыз. Жүректерге арманбыз, мәңгі жұмбақ жандармыз. Бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Қазақ қыздары бірге, мән қосып, сән қосып, әсем әуенде. Қазақтың қыздары бүкіл әлемде, ең сұлу екені сен де дәлелде. Маридай-даридай үйде, қазақ қыздары бірге. Ана жолын құрметтеген ғажап шын бәрі, апа-қарын кірлікпеген қазақ қыздары. Гүлдер көркі жерінің, қарулар көркі елінің. Бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Қазақ қыздары бірге, мән қосып, сән қосып, әсем әуенде. Қазақтың қыздары бүкіл әлемде.
қазақ халқының салт дәстүрлерін ата. Дәстүрі беске салу, тұсаукесер, беташар. Төрт аяқты бота тату, екі аяқты бөле тату деген сөздегі бөле кім? Әпкелі сіні кісілердің балалары. Өте дұрыс жауап. Қамаз бұрындық деген қамазды бірінші түскен кезі той жасау. Наурыз көжеге қосылатын 7 тағамды атаңыз, білеміз бе? Су, көже, май, ет, тұз, дәмді дақыл, ет, жүгері. Рахмет. Шілдехана қандай дәстүр? Бала туған кезіндегі бірінші рет алғашқы рет дүниеге келген той. Қабылдайсыздар ма? Қабылдаймыз, дұрыс. Келесі жүннен жасалған бұйым. Жүннен жасалған бұйым. Жауап жоқ. Сонда әне саны. Кто создал алфавит казахской письменности? Ахмет Байтұрсынов. Әдемі, өте керемет жауап. Келесі сұрақ. Назови обычаи и традиции казахского народа. Қандай салт дәстүрлер бар қазақта? Традиция. Какая традиция есть у казахского народа? Тұсаукесер, сүннет той, беташар, бес той. Керемет. Қашемет. Иә? Қабылдаймыз. Дұрыс жауап. Келесі кезекте казахские национальные инструменты. Домбыра, жетіге, сыбызғы, састырнай, қобыз, Молодец. асатаяқ. Керемет. Қашеметтері. Сәндік бұйым жасайтын адам. Білмейміз бе? Жарайды. Қазақтың қыздары билейтін биді не деп атаймыз? Қазақ қыздары билейтін би. Киімдер қалай аталады? Тон. Ұлттық музыкалық аспаптарын атап беріңіз. Домбыра, сыбызғы, қобыз, жетіген, сасырнай, асатаяқ. Қаншақ құндыз жанат. Ұлыстың ұлы күні жасалатын тағам. Рахмет, бірінші сұраққа жауап жоқ. Екінші сұрақ түйенің сүті. Не деп аталады? Шұбат. Екінші сұраққа жауап берді. Қазақтың ұлттық аспабында орындалатын әуен. Ки. Керемет. Келесі сұрақ. Тұсаукесер дегеніміз не? Тұсаукесер дегеніміз ол енді жүріп жатқан өмірдегі сәбидің тұсау кесу дегенді деп Немен айтамыз. кеседі? Ұзын жіппен. Ала жіппен, иә? Керемет. Жалпы назови ханы, который соединил 3 джуза. 300 құраған ба? Араб тұрмысы ма? Подварка. А? Подварка. Қалай? Бірінші сұраққа жауап жоқ. Бас киімі қалай аталады? Кимешек. Өте дұрыс жауап. Құрметті қонақтарға немесе жақын туыстарына арналған. Байғазы дегеніміз не? Бірінші сұраққа жауап жоқ. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері кім? Рахмет. Оқылық өлеңінің авторы кім? Халыққа қара. Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс жауап. Екі ақынның сөз өнерімен сайысы не деп аталады? Жоқ. Екінші сұрақ. Теріден киілген киім.
Tom, екінші сұраққа дұрыс жауап берді. Бірінші сұрақ. 8 өте керемет таңдау. Қыста жейтін малдың етін не деп атайды? Бірінші сұрақ. Сойғым деп атайды, дұрыс па? Иә, керемет, дұрыс жауап. Екінші сұрақ. Қазақ қыздарының бас киімі. Тақия, сәукеле, бөлік. Керемет. Тақия, сәукеле, бөрік бар. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Мынау сайыс өздеріңізге белгілі. Миш жастардың сайысы өте қызықты, тартысты өтті. Жастардың үш бастауыш мектебінде өтілген Миш жастардың 2024 сұлулар сайысында белсенділік танытып, көрермен көзайымына айналған Ақылбекова Жұлдызы марапатталады. Осындай алғыс хатпен Мұсаева Кәусар марапатталады. Роман Марина марапатталады. Осындай алғыс хатпен Қуанышбек Мелиса марапатталады. Осындай алғыс хатпен Абижаппарова Нигина марапатталады. Осындай алғыс хатпен Берғалы Алкаусар марапатталады. Осындай марапатпен Абисалиева Мухлиса марапатталады. Берданова Даяна марапатталады. Осындай алғыс хатпен Жарқынбек Раяна марапатталады. Осындай алғыс хатпен Сұлтанқожаева Фариза марапатталады. Біздімізді жастардың үш бастауыш мектебінде өтілген Миш жастардың 2024 сұлулар сайысында белсенділік танытып, көрермен көзайымына айналған Жолдыбай Ажан үшінші орынмен марапатталады. Осындай марапатпен үшінші орын иеленген үшін Сұлтан Ердана марапатталады. Осындай дипломмен үшінші орынды алған үшін Мәулен Айдана марапатталады. Диплом жастардың үш бастауыш мектебінде өтілген Миш жастардың сұлулар 2024 сайысында белсенділік танытып, көрермен көзайымына айналған Досымжан Қарақат екінші орынмен марапатталады. Сымбаева Сарбинат марапатталады. Осындай дипломмен Айбасым Кәусар марапатталады екінші орынға. Енді құрметті ата-аналар, ұстаздар, бірінші орынның кезегіне орын берейік. Жастардың үш бастауыш мектебінде өтілген Миш жастардың 2024 сұлулар сайысында белсенділік танытып, көрермен көзайымына айналған бірінші орын алған Есенәлі Ағмейір марапатталады. Осындай бірінші орынмен Құрматуллаева Рахима марапатталады. Енді бізде ең соңғы алған жүлде бұл бас жүлдеміз. Жастардың үш бастауыш мектебінде өтілген Миш жастардың 2024 сұлулар сайысында белсенділік танытып, көрермен көзайымына айналып, бас жүлдені иеленген Сапарбек Халисе марапатталады.